Привет. Привет. Сәлем. 16 жасымнан бастап өзімді қамтамасыз етіп келе жатырмын. 12 жасымнан бастап бөлек тұрамын ата-анамнан. Оқыған балалар немесе КТЛ-де оқыған балалардың по-любому ойлау деңгейі, андай өмірлік мақсаттары басқаша болады. Маған деканның өзі звондап, қалай сен не істейсің, ол жақтасың, не істейсің деген сияқты звондады. Смайтын жоқ деген соң казгю шарага деп. Мажорлардың балалары оқиды, байдың балалары, вип-казашкалар, перспектива нормально деп білсе бола ма? Иә, болады. Нормально. Сұрай береді. Бірнеше рет. Қайта. Әсем. Ой, тоқта, бір, екі, үш. Әсем. Неге анонсқа бір андай нәрсе айтпас па деп. Так, жоқ, әзілдеп жатқаным ғой. Бейбітшілік болсын, сіздермен бірге Банана Медиа және оның жүргізушілері Әзірбай Амина, Әсем Дүйсенбек. Және бүгін бізде қонақта сұлуда сүйкімді бикеш Назым ханым. Қош келдіңіз. Бізбен сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Ал бүгінгі сұхбатты бастамастан бұрын өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, жалпы сіз кімсіз, қайда оқисыз, сол туралы? Мен есімім Назым Бөлеген. Мен осы Астана қаласында қазіргі МНУ университетінде 2-ші курс студентімін. Мамандығым менеджмент и управление. Өзім Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегімін. Қазір осындай студент. Қазір біздің сұхбатымыздың бір ерекшелігі бар. Сізге сәл де болсын таңдау құқығы беріледі, яғни сізге қойылатын сұрақтардың бағытын. Бізде қазір 5 карточка бар. Сізге көрінбейді, сізге осылардың біреуін таңдау керек болады. Жақсы. Табыс. Демек, бірінші сұрағымыз сізге табыс жайында. Жалпы сіздің блогыңызды бақыладық, осы сұхбат алмастан бұрын зерттеп қарадық. Байқағанымыздай, сіз трендтегі заттарды жаңа ғашықтарға арналған боксты, гүл сауыт, яғни ваза, және одан да бұрын бизнеспен айналысқансыз. Осыған байланысты табыстың бірнеше қайнар көзінің болуы, жалпы қыз баласының бойына ол қатты ауыртпалық түсірмейді ме, немесе сізде выгорание деген нәрсе болмайды ма? Керісінше біздің отбасыда сондай финансовый грамотность өте жақсы дамыған. Білмеймін, маған кәдімгідей үйретпеген, міне осылай ақшаны ұйымдастыр, осылай ақшаны құрт деген сияқты. Білмеймін, өзімнің табиғатым бойынша сондай өте экономный, финансовый грамотный болып өстім. 16 жасымнан бастап өзімді қамтамасыз етіп келе жатырмын. 12 жасымнан бастап бөлек тұрамын ата-анамнан. Яғни мен ата-анам Жезқазғанда, ал мен өзім Қарағандыда оқыдым. Табысты осы бизнесті бастауымның бір себебі бір арманымды орындау керек болды. Яғни әжемді Меккеге апарғым келген негізінде бірінші. Бірақ кейбір себептермен Меккеге емес Дубайға апару нәсіп етіпті. Сондықтан менің іште қатты қалай десем болады, желание болды біріншіден, екіншіден ниетім түзу болды. Сондықтан және де әжеме деген махаббатым өте үлкен болғаннан кейін әжемді қалайда болсын осы Дубайға бір шетелге әйтеуір шығаруым керекпін деген мотивация болғаннан кейін осы бір бизнесті бастадым. Айта берейін бе, қандай бизнес? Айта беріңіз. Айта беріңіз. Сатып көрдім. Негізі басында Алматыда оқығам, КБТУ-да бір семестр оқыдым. Сол кезде мен бір ай ішінде 1 миллион 700 мың теңге таза табыс таптым. Соның арқасында әжемді ғана емес, мамамды да үшеуміз бірге тур сатып алып, үшеумізге сол Дубайда демалып келдік. Одан кейін Нижний Белені қойып кішкене жаңағындай отпечаток пальцев дегенді бастадым, және Ника и Финикив шығады істедім. Күшті, Назым, біз қарадық, өте күшті фотосуреттер шыққан. Келесі сұрағымызға кезекпейік. Өте еңбекқор екенсіз, жан-жақты керемет. Сізге қоятын сұрақ осыған байланысты, негізі блогерлік ол тұрақты табыс көзі бола алмайды ғой. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, басқа табыс көздерін, бірақ одан бөлек бір қаржыны жоспарлау, мынау айға мынадай деген секілді бола ма сондай, әлде барлығы мида өзі автоматом кете бере ме? Барлығы негізі мен мида жоспарлаймын. Ешқашан андай дневник завести етіп, ежедневник деген сияқты нәрселерді қолданып көрмеппін. Мен өзім табиғатымнан жымотпын. Негізі егер бір мақсат қойсам, алдыма мысалы менің қазіргі мақсатым машина алу. Мен машина алу үшін негізі көп жерден экономить етемін өзім. Тамақты, например, көбінесе университетте жүрген кезде мысалы кафелерден, кофейнялардан емес, үйге барып жегенді дұрыс деп санаймын, сөйтіп өзім ақшаны жасап кетемін. Жақсы, күшті. Келесі
келесі сұрақтың жауабын негізі айтып қойдыңыз, бірақ осы толығырақ айта кетсеңіз, мысалдай сіздің жаңағы бастапқы табысыңыз 2 миллионға жуық шықты. Сол бастапқы табысыңызбен қазіргі көретін табыс көзіңіздің арасында қандай айырмашылықтар бар, қандай бір сабақ алдыңыз, немесе қандай қателіктерді жібермеу керек екендігін түсіндіңіз? Негізі ешқандай қателік жібермедім деп ойлаймын. Барлығы өзімен өзі кетті. Ең бастысы Аллаға деген сенімім болды. Сондықтан білмеймін, Алла өзі қалаған шығар. Өзім қалай тура солай событиялардың барлығы да жүктеліп жатты. Қазір енді мұндай 1 миллион табамын деп айтпаймын енді. Қазір мен өзім образовательный центрде менеджер болып жұмыс істеймін, өз мамандығым бойынша. Ол жақтан тұрақты, бірақ айта салайын, 150 мың теңге табамын. 150 мың теңге табамын. Үстінен рекламалар келіп тұрады арасында, Инстаграмнан, ТикТоктан солай табамын. Жақсы, керемет. Ой, есе аз. Жақсы. Келесі біздің бағытымыз, тағы да таңдап жіберіңіз. Керемет. Сонымен білім бағыты бізге түсті. Жалпы негізі бір орыстарда мынау сөз бар ғой, родился с золотой ложкой во рту деген. Жалпы келесі сұрақ ол сіздің нешта оқуыңызға байланысты. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқу сіздің өміріңізге қаншалықты әсерін тигізді? Немесе осы сіздің қалай айтсам болады, табысты болуыңызға сол Назарбаев мектебінің өзінің бір тигізген септігі бар ма? Негізі менің блогымның басталуының ең басты себебі де осы Назарбаев зияткерлік мектебі болды. Мен өзім енді 6 жыл сондықта оқыдым. Мектепте тұрамыз, өзіміз мектепте оқимыз, сондықтан бүкіл өмір мектеппен байланыста болғаннан кейін менің блогымда сол Назарбаев зияткерлік мектебі туралы болды. Біріншіден ең көп көмектескені ол ағылшын деңгейі. Қазір мен көріп жатырмын, көп студенттер ағылшынша түсінбей, ағылшынша сөйлей алмай, мысалы именно осы казгюда, КБТУда болсын, ағылшынмен өте үлкен мәселелермен жолығып жатыр. Ал маған ешқандай қиындық туғызбады, себебі бізде 10 класстан бастап барлық сабақтар ағылшынша болды. Екіншіден менің қоршаған ортам, балалар барлығы конкурентоспособный болғаннан кейін барлығы жарысып оқимыз да бір-бірімізбен. Сондықтан білімге деген құштарлығым да көп болды. Мен даже бұрынғы мектепте оқыған, олай айтпай қойын, басқа адамдармен салыстырған кезде нешта оқыған балалар, немесе КТЛ-де оқыған балалардың по-любому ойлау деңгейі, андай өмірлік мақсаттары басқаша болады екен да. Қатты сезіліп тұрады әртүрлі мектепте оқығанда. Жақсы. Келесі сұраққа кезек берсек, жаңа сіз бірінші сұраққа жауап бергенде КБТУдан деп айттыңыз, бір семестр. Сол жайлы толығырақ айтсаңыз, КБТУдан казгюға ауысуға не себеп болды? Негізі ең басында мектепте оқып жүрген кезде маған Алматы өте қатты ұнайтын. Біз әр жыл сайын міндетті түрде Алматыға қыдырып келіп тұрғанбыз. Сосын Алматыға түстім, өзімнің қалаған университетім барлығы күшті болды. Сабақ қиын болды деп айта алмаймын, потому что мен GPA-ім 3.75 болды. Бірінші семестр КБТУда, тем более өте жоғары деңгей болғаннан кейін маған деканым өзі звондап, қаласайсың, не істейсің, ол жақта астанада не істейсің деген сияқты звондады. Мен айттым, жоқ деген сияқты. Оған себеп болған бірінші, Алматыда білесіздер, үй жағдайы өте күрделі, яғни арендованный квартирада тұрғым келмеді негізінде. Сосын Астанада өзіміздің үйіміз болғаннан кейін Астанаға көшейін деп білмеймін, бір-ақ күнде сондай ой келді, бір-ақ күнде шешім қабылдап, заявление жазып кетіп қалдым. Осыған байланысты қиындық туғызбады ма? Келу, қайтадан сіңісу? Просто документтерді алмастырдым, болды. Ешқандай ақша төлеген жоқ. Жақсы, түсінікті. Өте қызық екен. Әдетте бізде балаларда болып жатады, Астанадан Алматыға көшіп жатады, себебі ол жақ более оживленный дейді. Сіздікі өте қызық оқиға болды. Жалпы осы бұрынғы казгю, қазіргі МНУ туралы естіген бір миф, және осында келген кезде ол миф туралы көзқарасыңыз қалай өзгерді? Немесе ол миф шынымен рас болып шықты ма? Мен КБТУдан казгюға көшемін деп жатқан кезде мен тек қана өзімнің шешім қабылдадым деп айта алмаймын. Басқа студенттерден де сұрақ көрдім, осы казгюда оқитын, немесе басқа университетте оқитындардан. Олар айтқан казгю шарага деп маған. Мен айттым, қалай шарага ғой? Олар ағылшынша оқытады, әдемі интерьер деген сияқты. Инстаграмдарын барлығын өте жақсы жүргізеді деген сияқты. Мен келдім осында, тура КБТУдағыдай оқытады. Просто разница в том, что казгюде интерьер бойынша женіп тұр, ал КБТУда более андай бұрынғы совет үкіметінің атмосферасы сақталып қалғанда. Ал былай жоқ.
сосын тағы да бір естігенім қазір туралы бұл жерде клен мажорлардың балалары оқиды, клен байдың балалары, вип казашкалар, вип казақтар. Енді ол рас, реально вип казақтар клен күшті машиналармен келеді. Бірақ ол шарага деген атқа мүлдем не келмейді, байланысты емес. Жақсы, келесі сұрақ, ол сізде ойыңызда шетелде оқу бар ма? Жоқ? Білмеймін, негізі менің сестраларым бар, шетелде оқитын. Олар айтқан, Назым сен түсіп көрсеш, қызықты болады, күшті болады деген сияқты. Бірақ менде іште ешқандай қызығушылық болған жоқ. Егер мен бір нәрсеге қызықпасам, мен оған жетуге даже талпынбаймын да. Сондықтан лучше қазақстанда өзімнің үйімде, зона комфортада жүргеннен артық. Әдетте бізге зона комфортадан шығуды үйретсе бүгінгі выпуск. Зона комфорта. Жақсы. Иә, қала беріңіздер деп. Келесі бөлімге өтейік, таңдап көріңіз. Жақсы. Бір қызық нәрсе, Назым ханым қазір біздің тура өзіміздің жоспармен келе жатыр. Негізі біз қалай жазып қойдық, солай кетіп бара жатыр бәрі. Негізі мына жаққа рандомно жазған болатынбыз. Жақсы. Кейске байланысты бірінші сұрақ. Блогерлікпен айналысу бұл үнемі камера, петличканы тасып, аудитория қызықты контент түсірумен өтетін кейде бір рутинаға айналып кетеді. Осы кезде в моменте өмір сүрмей қаламын, осы сәттен рахат ала алмай қаламын деген секілді ойлар бола ма? Бір жерге шыққан кезде мысалға. Мен негізі мына блогерствоны кәдімгідей бір жұмыс, карьера ретінде көрмеймін. Өзім қалай қалаймын, просто өзімен өзім түсіріп келетін адаммын мен негізі. Түсіргім келсе түсіремін, түсіргім келмесе түсірмеймін. Андай блогерлер бар ғой, күнде обязательно түсіру керек, сторис салу керек, бүгін обязательно пост салу керек деген сияқты менде ешқандай жоспарлар жоқ. Мен өзім қалай қалаймын, солай жүргізе беремін. Бүйтіп петличка тасып, штатив тасып жүрмейді екенмін. Просто мысалы салон красоталар реклама шақырған кезде ғана енді болып қалатын шығар, а былай жоқ. Жақсы, толығырақ сұрай кетсем, сонда сіз өзіңізді болашақта осы блогерлікпен сақтап қалғыңыз келе ме, әлде қалай блогерлікпен ары қарай айналысқыңыз келе ме, әлде ол сіздің мақсатыңыз емес пе? Мақсатым емес, хобби деп сказать. Мен өзім түсіремін, адамдар қосылады. Маған да пайда, оларға да пайда деген сияқты. Ендеше сізді таныстырған кезде жалпы қалай таныстырғанды ұнатасыз? Блогер деген. Блогер деген біртүрлі сезінемін өзімді. Просто Назым десе бәрі таниды по-любому, блогер деп айтпаса да. Келесі кейсқа өтейік. Жалпы нешті аяқтағаннан кейін мектеп бітіруіңізге байланысты той жасаған болатынсыз, және ол интернетте үлкен кәдімгідей бір резонанс тудырды. Тіпті хейт те жазылып жатты, ондай ысырапшылдық не керегі бар деп. Жалпы осы ысырапшылдық тұрғыдан қазіргі Назым не ойлайды? Сол мектеп бітірген Назым мен қазіргі Назымның арасында бір кереғар ойлар пайда болды ма? Иә, жалпы той туралы, және қазір сізде андай ой жоқ па? Мүмкін сол бұрын тойға кетірген ақшаны қазір басқа жаққа кетіруге болатын еді деген секілді. Негізі мен ады принципе өмір сүремін. Шығыс болмаса кіріс болмайды деген сияқты. По-любому ақша құртылған ақша ол қайтадан келеді біріншіден. Екіншіден бұл той орынды болды деп ойлаймын. Себебі менің туыстарым өте көп, нағашылар болсын, өзімнің туыстарым, папалардың достары болсын, көршілер болсын, бәрімен жақын араласады да. По-любому бәрін шақыру керек. Үйге шақырса да тура сол тойға кеткен ақшаның өзі шығатын еді. Тем более маманың өзі шаршап қалатын еді, мысалы қайта. Мысалы, бүкіл менің туыстарымды 4 күнге бөліп тастасақ, қатты морально болсын, физически болсын шаршап қалады, и финансово тоже бір тойдың бағасы шығады. Сондықтан ешқандай минус болған жоқ бұл одан. Наоборот, біздің семья сондай той жасауға, қонақ шақыруға үйір. Сондықтан ешқандай проблема тудырмады. Жақсы, ал сол кездегі хейтке қандай ой болды? Бәрібір болды ғой. Бәрібір. Иммунитет деп па? Иә, мен жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын. Иә. Білмеймін, отбасыма ешқандай финансовый түрде не келіп жатқан жоқ. Қысым? Иә, қысым келіп жатқан жоқ. Терек ничего. Жақсы. Келесі сұраққа көшсек, президентіміз жақында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қабылдаған болатын. Сол туралы осыған байланысты естігеннен кейін алғашқы ойыңыз қандай болды? Қуанышты. Қуандым осы жаңалыққа. Себебі біздің қазақ менталитетінде, қазақ отбасыларында ондай мәселелер өте көп. Және де жүректі ауыртады. Құдай сақтасын, Құдайға шүкір, және де мен отбасым ондай емес екен, мен ондай ешқашан көрмегенмін, өз көзіммен де естімегенмін де, құрбыларымнан болсын, басқалардан болсын. Сондықтан ондай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа онша қатты мен қалай айтсам болады. Сол атмосфераны сезінбедіңіз? Сезінбегенмін, иә. Бірақ әрине көріп жүрміз оны әлеуметтік желілерде. Қазір TikTok деген жақсы болды ғой, барлығын көріп, былай Инстаграмда олар
мысалы блогерлердің мысалы семьясын алатын болсақ, барлығы күшті жайнап жүреді, күліп жүреді, ойнап жүреді, а на самом деле оказывается былай қарап тұрсаң ұрған екен, соққан екен, абьюзерлік отношение болған екен. Сондайларды көріп әрине жағымды ашиды. Жаңа құрбыларың деп қалдыңыз, осы орайда сол құрбыларыңызбен, бауырларыңызбен жақын қарым-қатынасты жақсы сақтайсыз. Оны стористерден көріп жатамыз. Жалпы осы бойынша сіздің сол жақсы қарым-қатынасыңыз ол жаратқанның бір берген сыйы деп білесіз бе, әлде сол қарым-қатынасты ары қарай күшейту үшін немесе бір баланста ұстап қалу үшін үнемі жұмыс жасайсыз ба? Екеуі де шығар. Себебі менің мінезім андай қалай айтсам болады, бәрібір маған екенше, әрине барлығына бәрібір. Менің мінезім өте жайлы, мен ренжіп қалатын, немесе ұрыс шығаратын, конфликт шығаратын, қатты сөйлейтін ондай адам емеспін. Сондықтан енді барлық достар арасында болатын шығар. Бір конфликт туындап қалса, мен бір шаг артқа шегініп, мен кінәлі болып тұрсам, кешірім сұрауға әрдайым дайынмын мысалы. Немесе бір-бірімізді түсінуге, мен негізі барлығымен ашық сөйлесемін. Ұнамай ма, ұнамайды, ұнай ма, ұнайды деп айтамын да. Сондықтан менің құрбыларыммен болсын, бауырларыммен болсын, өте жақсы қарым-қатынастамыз. Керемет. Ары қарай да лайым солай болсын. Жалпы жаңа айтып жаттыңыз, өзімді блогер ретінде таныстыра бермеймін деп. Бірақ қалай ойлайсыз, сіздің мақсатты аудиторияңыз сізді не үшін қарайды? Немесе сіз өзіңізден де қазір көрініп тұрғандай қатты тырыспайсыз ондай аудитория жинауға, бірақ мүмкін бір сізден көрген бір қасиет бар шығар, не үшін қарайды деп ойлайсыз? Мен достарымнан сұрап көрдім, несімен қызық менің блогым деген сияқты, неге адамдар маған тіркеліп жатыр деген сияқты. Біріншіден ол шынайылық, екіншіден мен өмірімді көрсетемін. Қазір жұрттардың өмірі, жұрттар не жеп жатыр, не алып жатыр, соның барлығы қызық қой. Мен соның барлығын көрсетемін де. Менде блогтың стилі лайфстайл. Сондықтан барлығына, ұлы болсын, қызы болсын, барлығына келетін стиль. Үшіншіден сол мінезім шығар, әрдайым күліп ойнап, бәрімен нетіп жүргенімді, жақсы қарым-қатынасып жүргенімді көрсетемін. Және де сол нишаның арқасында келіп жатыр. И қазір енді соңғы уақытта мен өйтіп қазір бұрынғыдай назымындай шошында емес, қалай айтсам болатындай. Актив ба? Иә, активно жүргіздім бұрында. И екіншіден қалай бар солай бәрін көрсете салаттығым ше. Ал қазір более өскеннен кейін ба кішкене әдемі жақтарын эстетично түсіруге, красиво түсіруге тырысып жүрмін. Жақсы, Назым. Келесі бөлімге өтейік біз. Соңғы 2 бөлім. Жалпы негізі біз бастаушы блогерлерге 3 кеңес деген едік. Жалпы бұны сәл кішкене сіздің ұстанымыңызға қарай өзгертейік. Жалпы студенттерге, өзіңіз қатарларға қандай бір кеңес берер едіңіз, немесе қандай бір жолдау айтар едіңіз? Блог туралы ма, или вообще өмір туралы? Өмір туралы айтсаңыз болады, себебі жаңа айтып кеткеніңіздей блогер ретінде таныстырмаймын дедіңіз. Мен өзімнің өмірлік ұстанымдарын айтып кетейін. Біріншіден мен барлығын Аллаға тапсырып қоямын. Потому что біз ешқалай Алланың мүмкіндіктеріне кедергі жасай алмаймыз, мүмкіндіктеріне шектеу бере алмаймыз. Ол өзі қалай тура солай өміріміз жүре береді. И мен всегда сүре оқу жүрулеріңізді сұраймын. Ол өздеріңізге үлкен көмек беретін болады. Мысалы, мен бір нәрсені қатты қаласам, міндетті түрде аятул курсиді оқып, жаңағы зікірлерімді айтып, іштей ниеттеніп, соны іштей қалап, сеніп, соған бүкіл армандарымды орындап жүрмін, Аллаға шүкір қазір. Екіншіден, что бы ни случилось, к лучшему веду. Сол сияқты, мысалы, менің қолыма бір нәрсе келмей жатса, немесе бір қалаған затым орындалмай жатса, менің қолыма түспей жатса, жарайды деп, мен оны жібере саламын. Яғни ол маған қайырлы емес деймін. Значит, мен басқа сфераға кетуім керекпін деген сияқты ше. Мысалы, мен Нижний Бельемнің аккаунттарын екеуін Инстаграмдыкін да, ТикТоктыкін да, оның подписчиктен болған екеуінде де просто заблокировали, білмеймін қандай себептен екенін. Сосын мен жылаған жоқпын, ешқандай депрессияға түскен жоқпын. Жарайды, значит, солай болу керек, значит, Алла менің осы бизнесті бітіріп тастағанды қалап тұр дедім, сатып жібердім. Мен ең ақыры соңында мен одан да күшті бизнестерді тауып алдым да солармен заниматься етіп кеттім. Сондықтан не болса, жаңағы армандарыңыз орындалса да, орындалмаса да барлығы қайырлысын. Үшіншіден,
әрдайым даму керек деп ойлаймын. Бір жерде қалпылмау керек. Қазір естіп жатырмын, көп қыздар отношения, жігіт, отбасы құру деген сияқты нәрселерге тоқталып қалады ше. Тек қана жігіттің там вниманиесін аударып қалу, жігітпен жүру, анау деген сияқты. Именно қыздарға советім, лучше саморазвивайтесь. Ол жігіт по-любому табылады. Ал мынау білім, сана деген ол өмірлік сенімен қалатын серігін. Мысалы мен қазір өзім барлық бос уақытымды сондай бір істермен толтырып қойдым. Менің жұмысым бар, оқуым бар, тренировкаға қатысамын, фитнесқа, кітаптарымды оқимын, құрбыларыммен шығамын деген сияқты. Яғни мен каждый минутын жазып қойғам, что менде бос уақыт қалмайтындай, басқаша жаман ойларға. Өте жақсы кеңестер, біз өзімізге де бірдеме түйіп отырмыз. Соңғы карточкаға көрсек. Соңғы карта бізде көзқарас, яғни сіздің қандай да бір өмірде болып жатқан дүниелерге көзқарасыңызды, ойыңызды білу мақсатында. Бұл жақта жазылған бірінші сұрақ жаңағы қайтадан блогерлікке келіп тіркеледі, бірақ былай алсақ болады. Қазір көп блогерлар өздерін журналист ретінде санап кетеді. Мысалға блогерлікпен айналысып жүріп, бір телевидениеге кіріп кетеді. Соларға көзқарасыңыз қандай? Әркім өзінің ұстанған бағытында ғана жұмыс істеу керек пе, әлде егер қолынан келіп тұрса, басқа да мүмкіндіктер бола ма? Қолынан келсе ғана, өзі способны болып тұрса ғана негізі сондай бір сфераға қосылғаны дұрыс деп ойлаймын. Бірақ қазір ешкімге сенікі дұрыс емес, дұрыс деп айта алмайсың. Себебі мысалы даже әншілердің өзі мысалы кино түсіріп жатыр, немесе кино түсіретіндер әнші болып кетіп жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан кому как удобно, кто как хочет, той істеймін. Бірақ егер мысалы тіл құндылығын сақтамайтын бір ережелерді білмей жатып телевидениеға кірсе, ол өскелең ұрпаққа әсер етпей ме? Дұрыс емес, иә. Ол мамандықтың да өзінің бір маңыздылығы, құны, даже эстетикасы бар деп айтуға болады. Сол адам сондай бір непрофессионалдардың кесірінен журналистика деген мамандықтың құнын түсіріп алмау керек та. Ой, журналистер ғой деп қазір құнын түсіріп жатады ғой. Иә. Демек соларға қарсысыз, бірақ оларға қарсы ештеңе істей алмаймыз деген ойды санасыз, иә? Жақсы. Жақсы, келесі ол бізде жаңа айтып қалғансыздар, мен әдемі эстетиканы көрсетемін, әдемі картинаны деп. Осы орайда сіздің ойыңызша жалпы әлеуметтік желіде тек әдемі картинаны көрсетудің кейін салдары болмай ма? Мысалдай, тек қана аудитория тек әдемі картинаны көруге үйреніп қалып, одан кейін оның алып келетін салдары болмай ма? Болады. Себебі мен тиктоктан бір видеолар көріп қалдым. Мысалы көп қыздар мен жігіттер өте жақсы қарым-қатынаста жүреді, мысалы, иә. Жігіті қыздар өте жақсы көреді, оны құрметтейді, жаңағы енді өзінің мүмкіндігі бойынша подарктарын алып береді, гүлін алып береді деген сияқты. Ал басқа қарым-қатынаста жүретін адамдар, мысалы, бір қыздар үлкен букеттер салады, например, 200 бөл, 300 бөл деген сияқты. И сол букеттерді көреді, мына қыздар тұрады, неге оған алып береді, неге сен маған алып бермейсің деген сияқты. Әп-әдемі айранды үйіп отқан қарым-қатынаста барады, қыздардың өзі құртты болады да. Басқа біреулердің әдемілігіне, эстетикасына еліктеймін деп. Қайдан білесің, біреу олардың жаңағы подаркты не үшін бергенін сен білмейсің ғой. Біреулер ладно, без повода беруі мүмкін. Біреулер измена жасады, сол үшін подарок беруі мүмкін. Сол сияқты ең бастысы отбасылық құндылықтар бойынша да қыз бен жігіт болып жүргенде де ең бастысы бір-біріне деген құрмет және шынайы махаббат деп ойлаймын. Жақсы. Соңғы бір ситуацияға бір кеңес, көзқарасыңызды білгіміз келеді. Елімізде қазір топан су деген секілді бір су апаттары болып жатыр. Соған байланысты блогерлерге бір сын келіп жатыр, иә, адамдардың тараптары екіге бөлініп жатыр. Мысалға, соған байланысты блогерлердің әдемі картиналарымен бөлісіп жатқандары қаншалықты дұрыс, яғни олар бір жақсылық жасап жатса да оны көрсетпегені дұрыс деп ойлайсыз ба? Негізі саясат осындай жаңалықтарды онша қатты қызық көре бермейді екенмін. Бірақ тиктоктан тоже бір көрдім бір видео, жұлдыздардың неткен ақшалары тізімін салған ғой. Соған Ерке Есмаханның сторисін көрдім. Сендер мен 200 мың теңге салдым деп ойлап тұрсыңдар ма деп, 6 миллион теңге салған, мысалы былай амал жоқтығынан айтты да ол, чтобы өзінің авторитетін, атын сақтап қалу үшін деген мақсатта. Біздің қазақтарда білесіздер ғой, не көре алмайды, не жақсылық жасасаң да жақпайсың, жамандық жасасаң да жақпайсың. Әйтеуір үйлерінде отырып алады да неше түрлі комментарий жазады. Жарайды, әйелдер түсінуге болады, олар енді мысалы домохозяйка болғаннан кейін іші пысып жаза береді. Даже еркектердің өзі жазып жатады ғой комментарийға, сендер неге бүйтпейсіңдер, сөйтпейсіңдер деген сияқты.
сондықтан әркімнің аузына қақпақ бола алмайсың. Ол жұлдыздар енді әркім өз ар намысы үшін жақсы іс жасайды, көрсету жасаса да көрсетпей жасаса да, ең бастысы алланың алдында таза болса, өзінің алдында таза болса болды деп ойлаймын. жақсы жауап болды. Өзім де дәл сөзбен келісер едім. Біздің соңғы бүгінгі сұхбатымыздың бір конклюжн болатын. Ол бізде сізге дайындаған ойынымыз бар еді. Ол бізде респект және кринж деп аталады. Иә, қазір біз сізге бір ситуацияларды немесе оқиғаларды айтамыз. Сол бойынша сіз не респекті, не кринжді көтеретін боласыз. Так, дайын болсақ, бастайық. Бірінші, сіз танымайтын, танымал емес адамдар сізді сұхбатқа шақырды. Ол бізде респект. Рахмет. Келесі Бізде сіз танымал емессіз, бірақ сіздің жасаған өнімдеріңіз немесе туындыңыз танымал. Жақсы. Респект деген нормально деп несе бола ма? Иә, болады. Нормально. Сіздің видео идеяңызды қайталады. Блин, сондайлар көп болады негізі. Кринж дейін десем, Обидно ма? оларға обидно болады, типа айтып ол тренд қой, анау деген сияқты. Но енді менің ойым ұнап жатса, ладно, респект болады. Жақсы, келесі. Жалпы сіздің мұғаліміңіз сізді сүйікті оқушы ретінде қарайды, және мысалдай сіз бір нәрсе жасасаңыз да, жасамасаңыз да, балыңыз сол бір қалпы жоғары болып тұрады. Респект. Жақсы. Келесі. Сіз кезекте тұрғанда шынайы проблемасы бар адамдар өткізіп жіберуге өтініш сұрай береді. Бірнеше рет. Қайта. Ладно, берсін. Жақсы. Келесі соңғы, ол туысқандар тұрмысқа шық деп сұрай береді, немесе асықтырады. Менікі точно асықтырмайды, ол точно білем. Сондықтан, по идее, кринж. Жақсы. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Так, сізді осы айтылған ойларға берген бір кеңестеріңізге де рахмет. Сізді тұлға ретінде танып отырып, өзімізде ойланып қалдық. Расында бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге рахмет айтамыз. Әсем. Назым, сізге келгеніңізге көп рахмет. Шынымен осы сұхбатқа келіскеніңізге, сізді тек осыған дейін блогер ретінде таныдық, бірақ қазір негізі бәрімізге енді құлағымызға жауыр болып естілсе де, өзіміздің қазақтың қарапайым қызы екенсіз. Көп рахмет келгеніңізге. Бұл біздің кішігірім сыйлық. Біздің қазақтың Хогвартсы дейді ғой, Казгюде сол секілді осы скетчбук. Және егер Агата Кристиді оқып көрмеген болсаңыз, сізге ұсынысымыз, оқып көріңіз. Бұл кісіні, жалпы авторды, детективтің патшайымы дейді. Сондықтан осыны сізге табыстаймыз. Қалауыңыз. Жақсы, контентке. Келіскеніңізге рахмет. Иә, рахмет. Осылай аяқтай берсек болады, иә? Все. Иә, бір просто кадрға отырайық, чтобы бізде обложкаға нормально сурет болды. Анонсқа бір андай нәрсе айтпайсыз ба деп. Так, жоқ, әзілдеп жатқаным ғой. Анонс кликбейт болатын ба? Андай көбінесе істейді ғой, там подкасттарда мысалға бір мүлдем бәрін қалай айтады деп айтатын сияқты. Кликбейт. Казгю шарага айтты ғой, Точно, иә. Казгю шарага. Жақсы, Назым, көп рахмет. Иә, рахмет сізге. Прям күшті сұхбат болды, өзіме ұнады. Иә, комфортик болды. Иә, сіз өте қарапайым екенсіз. Көп айтама сізге? Көп айтама. Просто ойыңызды көрген болатын, бір тиктокта осы той туралы және тағы бір нәрсеге кәдімгі өзіңіздің ойыңызды айтқан кезде сыртқа інген комментарий оқыдым. Сол кезде байқағандай өзімше